Жолдастар, осы аумалы төкпелі заманда қазақ әдебиетіне, өнеріне қосып жатқан үлестеріңіз зор. Сіздерге басымды иемін. Тек осы әндермен шектеліп қалмай, басқа дамыт болып бара жатқан әндерді жандандырса. Әрине Сәкен аға. Бізде аянбай еңбек етуге дайынбыз. Сүйінші Сәкен аға. Рұқсат етіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Сүйінші Сәкен аға. Сіздің Красный Орал газетінен шыққан мақаладан соң қазақ мектебі ашылуына шешім қабылданды. Яғни 1924 жылы қазан айында 7 жылдық мектеп пен жатақханалар ашылды. Ол Гурьев, Жимпылды және де Калмыков деген басқа уездерден балалармен толтырылады. Сіздің арқаңызда Сәкен аға, барлық қазақ балалар қазақ мектебінде оқитын болады. Құтты болсын Сәкен аға. Құтты болсын. Мінекей Сәкен аға. Сіздің арқаңызда қаншама қазақ балалары білім алатын болды. Құтты болсын. Жоқ жолдастар, ол тек қана менің арқам емес. Басын бәйге етіп, қазақ үшін күресіп жүрген азаматтар аз емес. Тек солардың саны азайып қалмаса екен. Бізді осы уақытқа дейін Киргизия деп атап келді. Ендігі біздің мақсатымыз қазаққа қазақ атын қайтару. Қиырсыздан қиырына жетейік. Шектеуі жоқ мұхиттардан өтейік. Аспандағы алыс қызыл жұлдызды жерге әкеп, жердің көркі етейік. Сейфуллин, сенің тұтқында отырғаныңа міне 5 ай болды. 5 айдан бері айтқандарыңнан қайтпай қасарсып келесің. Бірінші тергеуші Серенбаевтың қағаздарын жыртқансың. Екінші тергеуші Баймурзинді орындықпен ұрғансың. Онымен қоймай, заң адамдары доңыз, тарихтан хабар жоқ топастар деп балағаттағансың. Солай ма? Мен заң адамдарының соншалықты сауатсыз болатынын деп ойламаппын. Саған қазақ тергеушілерінің қолы өтпеген соң істі орыс тергеушілер жүргізді. Онда да олар толтырған хаттамалардағы қолдар менікі емес деп 2 айдан бері мойындамай келесің. Солай ма? Тергеу әділ жүрген емес. Мені бірінші ұрып соқты. Содан кейін сенің қолдарын деп көрсетті. Жап аузыңды. Кімді ақтағың келеді? Сендердің ойларың белгілі. Қазақ болғыларың келеді. Қазақ мектебін ашқыларың келеді. Тәуелсіздік алғыларың келеді. Ей, тәуелсіздікті аңсамай, тып-тыныш қана жатсаңдар, аш қалмас едіңдер ғой. Қысым көрсетті деп қояды. Кім қысым көрсеткен? Біз бе? Олар сендер сияқты Совет үкіметінің қас жаулары. Сен халық жауларының атын атап, түсін істеп берсең, ату жазасынан аман қаласың. Ойлан да жауап бер. Сонымен жапон тыңшыларымен сыбайластығыңды мойындайсың ба? Жоқ. Мен маған тартылған маған айтылған кінәлардың ешқайсысын мойындамаймын. Ендеше өз обалың өзіңе. Сейфуллин, соңғы сөзің.
Ақымақ. Мен өзіме сенген совет үкіметінің мұнша сорақылық болатынын ойламаппын. Халқымның зиялыларын, оққа байлағандарын, халқымды бассыз қалсын дегендерін. Мен халқыма оқ атқаным жоқ, атпаймын да. Халқымды сатқаным жоқ, сатпаймын да. Халық жауы болып кетіп барам. Білем, бұл сапардан ешқашан қайтпаймын да. Кешір мені туған ел, мен саған ешқашан жау болған емеспін. Дауылпаз ақын, дарынды әнші сазгер, мемлекет және қоғам қайраткері, биік парасат иесі Сәкен Сейфуллин, туған халқының бақыты үшін басын бәйгеге тігіп, небәрі 43 жасында солақай саясаттың құрбаны болды.